Так, сәлем балар. 3059 вариантты аяқтау талқылауды жалғастырамыз. 3059. И біз келдік уже 21 сұраққа. 21 сұрақта біз айтылған иондық байланыс бар молекула. Иондық байланыс бар молекула, ол жалпы байланыстар туралы видео көргіңіз келетін болса, каналдан басқа ертерек салынған видеолар қарап көрсеңіздер болады. Сол жақта толығырақ айтылған. Біз тек қана қарастырайық. Иондықта біріншісі зарядсыз бөлшектер дейді. Бұл жарамайды, өйткені иондық байланыста олардың электр терістері әртүрлі болады. Екі атомның сәйкесінше бір атом екінші атомнан толықтай электронды өзіне тартып алады. Электрон тартылған заряды минус болады, ал электрон айырылып қалғанның заряды плюс болады. То есть ол жақта зарядтар болады. Келесі полюссіз молекулалар. Мына бірінші зарядсыз бөлшектер и полюссіз молекулалар екеуі бір-біріне ұқсас мағына. Заряд пайда болмайтын болса, значит полюс жоқ дегенді білдіреді. И сәйкесінше бұл вариант бізге тоже жарамайды. Келесі металл иондарынан тұрады дейді. Бұл кішкене под вопросом сұрақ, өйткені ол жақта металл иондары бар, бірақ та олар жалғыз емес. Қасына тағы катиондар, теріс зарядталған бөлшектер бар, сәйкесінше бұны пока қарастырмай қоя тұрайық. Электр терістілік мәндері күшті ерекшеленеді дейді. Иә, бұл бізде бір жауап болады. Өйткені иондық байланыста екі атом бір-бірімен кездескен кезде біреуісінің электр терістілігі екіншісіне қарағанда әлде қайда жоғары болады. И вот сол үшін электрон қайтымсыз жаңағы электр терістілік жоғарыға ауысып кетеді. Қалыпты күйі газдар дейді. Жоқ, бұлар газ күйінде болмайды. Иондық байланыстар көбінесе олар қатты немесе сұйық күйінде болады. Так, катиондар мен аниондардан тұрады. Бір жауабымыз осы, яғни катион ол плюс зарядты, анион ол теріс зарядты. Осында екі бөлшектен тұрады. Металл мен бейметалдардың арасында түзіледі. Бұл үшінші жауабымыз осы болады. Металдардың электр терістілігі төмен, бейметалдардың электр терістілігі жоғары. Как раз осы екеуі бір-бірімен кездескен кезде электрон бейметалға қарай ауысады да, и сәйкесінше бізде пайда болады осы байланыстың түрі. Ең соңғысы электр терістілік мәндері бірдей болады дейді. Ол сәйкесінше электр терістілік мәндері бірдей болса, айтарық екі атом бір-бірімен кездеседі, екеуінің электр терістері бірдей болатын болса, электрон ортада қалады, ешкімге ауыспай қалады. Сәйкесінше ол жақта заряд ештеңе пайда болмайды, оны біз ковалентті полюссіз деп айтамыз. Қайттан барлық байланыстарды қарау үшін басқа видеоларымыз қарасаңыздар болады. Келесі, сутек қалыпты жағдайда ұшқыш қосылыс түзетін заттар дейді. Сутек көп заттармен әрекеттесе алады, бірақ та ұшқыш қосылыс түзу үшін ол әрекеттесу керек бейметалдармен. Металдармен әрекеттесетін болса гидриттер түзіледі, и ол қатты болады олар көбінесе. Ал соны біз варианттарды қарап аламыз. А варианты мүлде жарамайды, өйткені онымен сутек әрекеттесу мүмкін емес. Б вариантымен ұшқыш түзіледі, яғни H2, кальций металл, онымен қатты зат түзіледі. Калий хлоридімен әрекеттеспейді, натриймен әрекеттеседі, бірақ ол қатты зат, өйткені натрийіміз металл. SO2-мен әрекеттесе қоймайды, S-пен әрекеттесіп ұшқыш зат түзеді, и N-мен әрекеттесіп тоже ұшқыш зат түзеді. Яғни бізде жауап В, G және H болады. Көп оқушылардың қателесетіні мынау галогендерді қарастырған кезде, галогендер сутекпен әрекеттескен кезде пайда болатын зат ол газ. Яғни ол ешқашан сұйықтық болмайды. Ал мысалы біз химиялық лабораторияда кездесетін H2 немесе H-хлорды қышқылдарын стакандарда немесе бір құтыларда көретін болсақ, ол уже суда ерітілген заты. Сәйкесінше оны бізге газбен қарағанда сұйықтықпен жұмыс істеген әлде қайда ыңғайлы. Сол үшін біз оны суда ерітеміз. Так, келесі сұрақ ол бізде 23. Сілтілік металдарды анықтау керек. Ол үшін бізге ең бірінші қарастыру керек сілтілік металдар деген қай жерде. Сілтілік металдар Менделеев кестесінің бірінші негізгі топшасында орналасқан. Негізгі топша деген ол S и P элементтері. Бірінші негізгі топшаны ашатын болсаңыздар,
мен в принципе мына жақтан прям Менделеев кестесін ашсам болады толықтай сендерге көрсету үшін. Міне Менделеев кестесі бірінші негізгі топша, яғни біздің жағдайда ол көктер, яғни көк ол бізде S элементтері. И вот бізде басталады литий, натрий, мына жақта сутек бұл жерде орналаспайды, негізі сутек. Міне, негізгі орында 7-ші топшада орналасу керек. И вот литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Бұл бізде негізгі топшалар, и бұлар бізде сілтілік металдар. Купрум, аргентум және алтын бұл списқа кірмейді тізімге, өйткені олар бізде қосымша топша, олар D элементтері. Біз мына жақтан табуымыз керек біз ол. Натрий, литий және калий. Бұлар бізде сілтілік металдар. Келесі 24-ші сұрағымыз органикалық табиғи заттар дейді. Органикалық заттар, оған болашақта жеке видео түсіреміз, яғни органикалық зат деген не екен. Біз мына жақтардан қарауымыз керекпіз. Бұл жақта нейлон, белоктар, альдегидтер, майлар, тефлон, сахароза, лавсан, капрон бір зат айтып кету керек, барлық органикалықтар, яғни бейорганикалықтар жоқ, оны сызып тастай алмаймыз. Тек қана мән беретін зат табиғи заттар. Мына жақта тефлон, лавсан, капрон, нейлон, альдегид дегендер, олар табиғи емес. Яғни ол адамның организмде, яғни организмнің ішінде синтезделінбейді. Ондай заттарды тек қана адам емес, жалпы организмнің ішінде синтезделмегендіктен оларды біз табиғиға жатқыза алмаймыз. Адамның организмінде белоктар бар, адамның организмінде майлар болуы мүмкін және сахароза болуы мүмкін. Олар сәйкесінше осыларды табиғи заттар деп айта аламыз. Мына жақта белгілеген адам кішкене қателесіп кетіпті. Сонда жауап бізде Б, D және F болады. Келесі. Көміртек атомның sp3, sp2, sp гибридтелінген электрондық бұлттарынан түзілген молекуланың кеңістіктегі пішімдері дейді. Бұл тақырыпқа жеке видеомыз бар, гибридтелу деген списоктан қарасаңыздар болады. Ол видеоны жеке. Біз қазір оны мұнда қысқаша түсіндіріп көрейік. Яғни бізде 3 түрлі гибридтену, sp3, sp2 және sp. sp3 бізде білдіреді, что көміртектің айналасында 4 элемент бар екен. Ол мысалына көміртек болатын болса, бізде 4 элемент былай таралады. Бұны былай қарастырса болады. Егер де сізде 4 магнит болатын болса, оны бірге ұстайтын болсаңыздар, ол магнит ешқашанда бір орыннан бүйтіп 4 бағытта лақтырылмайды. Егер де оны кеңістікте ұстайтын болсақ, біреусі жоғары қарай кетеді, қалған үшеуі үш жаққа кетеді. Бізде мынандай пирамидаға ұқсас үш өлшемді объект пайда болады. Ол бұның атауы тетраэдр деп аталады. Төртеуі кеңістікті төртке бөліп алады. Өйткені және бір-бірінен мүмкін болатын алыс ара қашықтыққа кетеді. Өйткені бұл бастарында орналасқандардың зарядтарының барлығы бірдей, сутектер орналасады көп жағдайда. Келесі sp2 гибридтену, яғни ол бір көміртектің айналасында 3 линия бар деген сөз. Геометрияда немесе жай ғана логикамен түсіндірсе болады, 3 нүктеден ешқашанда 3 өлшемді объект құрастыру мүмкін емес. Сәйкесінше олар уже кеңістікте емес, олар мындай қағаз бетін бөлетін болады. Сол үшін sp2 гибридтелген органикалық заттардың молекула құрылымы ол жазықты болады. Олардың арасы 120 градус болады, өйткені олар 360 градусты бөліп алады, олар жазықты бет болады. Ал sp-ны алатын болсақ, ол да тек қана екі ақ нүкте болады. Мына жақта айтпақшы, неге 120 градус деген түсіндіретін болсақ, жазық беттің толық градус 360 градус, ал тағы да 3 бірдей зарядты бөлшектер бір-бірінен тебілген кезде, олар осы 360 градусты бірге бөліп алады. Сол үшін бізде 120 градустан осындай 3 кеңістік пайда болады. Ал егер де біз айтарлық 2 магнит болатын болса, ол сәйкесінше бір-бірінен ең алыс болатын жағдайға тебіледі. Сәйкесінше 2 магнит болса, мына нүктеден тебілу үшін
олар былай тебілмейді ешқашан да. Олар былай тебілетін болады. Сәйкесінше осы жерде аралық бізде 180 градус болады. Ал бұл молекула бізде өзіңіз байқап отырғандай, мыналардың айырмашылығы бұл жазықты және сызықты молекула. Мынау бізде жай ғана жазықты, сызықты емес. Ал мынау үш өлшемді. Формасы именно тетраэдр. Жауаптарын қарап көрейік. Гексагональды, үшбұрыш, пирамида дегенде жатпайды. Сызықты біреусі тетраэдр, біреусі жазықты тригональды. Осы үш жауап болады. Келесі, диссоциациясы нәтижесінде гидроксид және қышқыл қалдығы аниондары түзіледі дейді. Бұл жерде қышқыл қалдығы аниондары түзіледі, ол почти барлық диссоциацияда, кез келген тұздың диссоциациясында, яғни бізде мысалға мұнда барлық вариантта бізде қышқыл қалдығы пайда болады. Яғни NO3, CO3, хлор2, SO4, NO3, PO4, оның барлығы бізде қышқыл қалдықтары. Бір ғана нюанс бізде мына айтылып тұр, что гидроксид түзілу керек еще. Яғни гидроксид атайтып тұр, гидросутек, оксид, оттектен тұрады. Сондай қалдық пайда болу керек. Ол бізде үш ақ вариант, яғни А варианты. Диссоциация нәтижесінде барий OH и хлор пайда болады. С варианты барий OH пен NO3 пайда болады. И болды, екі жауап бар бізде. Яғни гидроксидтері бар топтар. Келесі 26-ші сұрақ. Судың тұрақты кермектілігін жоюға қолданылатын заттар. Ол үшін бізге жалпы кермектілікке кішкене тоқталу қажет болады. Кермектілік дегеніміз ол судың құрамында кездесетін кейбір еріген тұздар. Әсіресе ол потенциалды тұнба түзе алатын тұздар. Яғни олардың көбінесе түрі кальций OH, COH күйінде болады, немесе кальций SO4 күйінде болады. Егер де бізде тұздарымыз мына күйде болатын болса, бұл тұрақсыз кермектілік, уақытша кермектілік деп аталынады. Яғни бұдан өте оңай құтылса болады мына кермектіліктен. Бұл кәдімгі күйінде суда еріген күйінде болады да, бірақ температураны көтеретін болсақ, кальций OH, COH-ке температураны көтерген кезде бізде бұл кальций COH және H2O и CO2 ыдырап кетеді. Қателеспесем осылай болу керек. Біз қазір реакциясын нақты көре салайық. Мен жаңа ғана қараған бұның реакциясын. Міне осылай. Яғни кальций HCOH екіселенген ыдыраған кезде, кешірдім, нақты OH емес, кальций HCOH. И бұл бізде уақытша кермектіліктен құтылу өте оңай. Температураны көтеретін болса, бізде ыдырау реакциясы жүреді. Мына кальций карбонат, мынау суда еритін қосылыс, ал мынау бізде суда ерімейтін қосылыс. И тұнба ретінде стаканның түбіне жиналып қалады. Бұны ылғи байқасақ болады. Мысалға, суды шайнектерде қайнатқан кезде бізде осындай қақ қалып қалады. Қақтың формасы міне мынау. И және қасында тағы да басқа тұздардың карбонаттар бар. Бұл уақытша кермектілік, яғни одан құтылу өте оңай. Ал тұрақты кермектілік ол мына купр SO4 деген затта. Кальций SO4 деген затта. И одан құтылу әлде қайда қиынырақ, өйткені кальций SO4-ның өзі суда ериді. И бұл жақта қаншалықты температураны көтеретін болсақ та, ол кальций SO4-ке қатты әсер етпейді. Яғни суда еріген күйінде қала береді. Бірақ организмнің ішіне кірген кезде, ол басқа заттармен әрекеттесу барысында, ол кальций тұнба түзіліп, яғни біздің организмімізде тас түзілуі мүмкін. Сол үшін бұдан құтылу үшін біз кальцийді тұнбаға өзімен бірге алып кететін бір қосылысты қосуымыз керекпіз. И ол көп жағдайда бір фосфаттар, яғни жеңіл фосфаттар, яғни натрийдің тұздары тұнба бермейді, сәйкесінше соның фосфатын алуымыз керекпіз. Натрий PO4. Немесе натрийдің прям карбонатын алсақ та болады. И варианттарын қарастырып көрейік біз мұнда. Мына жақта қате белгілеген қыз, сразу айтайын. Натрий ортофосфаты дұрыс, бір жауап. Екіншісі сөндірілген АКСУ. Сөндірілген АКСУ, яғни кальций SO4-ке кальций OH екіселенгені қосатын болсақ, ешқандай өзгеріс көре алмаймыз. Яғни бұл екі бір-біріне әрекеттеспейді. Ғаныш, ол формасы кальций SO4, ол тоже бізге бұл кальций SO4-ның өзіне сәйкесінше әсер ете алмайды. Қайнату көмектеспейді, жаңа айттық. Ол қайнату уақытша кермектілікті ғана жоя алады.
хлорлы әк суы ол тоже бізге көмектеспейді. Әк суы дегеніміз ол жаңағы сөндірілген әкпен бірдей, просто ішінде еще хлор бар. Таза хлордың өзі көмектеспейді. Кальций хлормен тұнба бермейді. Хлормен араластыратын болсақ. Ас тұзы, яғни формасы натрий хлор. Хлор бұл жақта кальцийді тұнбаға алып кете алмайды өзімен. Тоже бізде ас тұзы көмектеспейді. Вариант мына жақта біреусін тастап кеттік, ол кристалдық сода. Формуласы натрий 2CO3 тең. И вот, сонда бізде екі жауап болады. Біреусі А и біреусі С. Натрий ортофосфаты. Жақын арада осы уақытша кермектілікке толықтай видео түсіреміз. И сол кезде барлық артықшылықтар мен кемшіліктерін қарастырамыз әрбір осы кермектіліктердің. Келесі сұрақ 28, ол геометриялық цис және транс изомері бола алатын заттар. Бірінші геометриялық изомерді қарастырып көру керек. Геометриялық изомер ол бізде былай пайда болады. Зат синтез кезінде геометриялық немізде біздің қос байланыс болу керек. Обязательно қос байланыс. Қазір түсіндірем. И содан кейін бұл қос байланыс ортада орналасу керек. Яғни мына жақта мысалға H деген сияқты болмау керек. Обязательно мұнда тағы да көміртек болу керек. Мысалы CH3 тобы. Егер де бізде сәйкесінше геометриялық неміз изомеріміз кем дегенде 4-ші алкеннен басталады, С4-тен басталады. И вот С болса, ол қос байланыс обязательно ортасында орналасу керек. Шетінде орналаса, ол бізге жарамайды. Қазір түсіндірем не екен. Геометриялық прогрессия, математикамен шатастырып жатырмын, кешіріңдер. Геометриялық изомер бізде мынаған негізделген. Егер бізде ортадан бұнда екі көміртек болатын болса, олардың арасында да қос байланыс пайда болады да. Екі атом бір-бірін қосқан кезде, олардың ортасында бір-ақ линия болса, екі атом оңай былай бұрыла беретін болады. Сәйкесінше мына жақта орналасқан H пен CH3 орындар оңай ауыса беретін болады. Бүйтіп былайша айтқанда айналып бір байланыс болатын болса. Ал бізде қос байланыс болған кезде бізде олар синтез кезінде қалай пайда болды, яғни синтез кезінде CH3 астында қалса, болды, ол өмір бақи сонымен өмір сүреді, яғни CH3 астында болып қала береді. Өйткені олда қос байланыс сәйкесінше екі атом ортасында екі сызықша болатын болса, біреусі айналған кезде екіншісі онымен тоже айналады. Сәйкесінше мына CH3 жоғары кететін болса, мұнда H жоғары кетеді, сонымен былайша айтқанда бізде мағына болмайды. Геометриялық изомер осыдан пайда болған. Яғни түсіндік, я үштік байланыс тоже жарамайды. Егер де біз мұнда үшінші сызықты қоятын болсақ, вроде тоже үшінші сызық қойған кезде екі атом бірге айналатын болады, жеке-жеке айналамайды байынан. Бірақ та үшінші линияны қоятын болсақ, бізде мына бір сутектен құтылуымыз керек болады. Өйткені көміртектің линиясы уже бесеу болып кетеді. Ал біреусін жоғары төмен лақтыру бізге тағы да мағына бермейді, өйткені ол сызықты болып кетеді уже. Сол үшін обязательно қос байланыс болу керек. И біз жауаптарымыз қарап көрейік. Қайттан бұл цис-транс изомеріне байланысты жеке видеомыз бар, тоже списоктан қарап алсаңыздар болады. Бұл жақта қатты ұзақ тоқталмай қояйын. Біріншісі бутан, яғни ол жақта қос байланыс жоқ, оны вообще қарастырмай қойсақ болады. Екіншісі 2 бром бутан, қайттан қос байланыс жоқ, оны вообще қарастырмаймыз. С1, 2, 3, 4 тетрабром бутан, оны тоже қарастырмаймыз. Яғни мына жақта анмен аяқталатындар қарастырмасақ болады, өйткені анмен аяқталатын көміртектер қаны дегенді өлдіреді, ол жақта қос байланыс жоқ. И вот солардың бәрін алып тастақ болады, яғни А варианты, Б варианты, С варианты, Е варианты, F варианты и H вариантын бәрін сызып тастасақ болады. Бізде екі ақ вариант қалады, ол бутен 2 и бутен 1. Қазір екеуінде формасын сызып көрейік. Мысалға бутен 2, яғни ол жақта 4 көміртек орналасады. Қос байланыс ортаңғысында. Сутектермен толтыратын болса, онда бір сутек, CH3. Ал құрамды формасына ашып жазатын болсақ, бағанағындай. Мынаның ашып жазылғанда формасы былай. Яғни бізде мүмкіндік бар CH3-терді үстіге орналастыру немесе астыға орналастыру.
ал енді бутен бірді жазып көрейік. Бутен бірде тура сол қосылас. Ол жақта бірақта қоспалас ең шеткісінде орналасқан, сәйкесінше мына жақта бізде қараңдар 2H орналасқан. Мына жақта H пен SOH. Бутен бірде қоспалас ең шетінде орналасқан, яғни қоспалас мына нүктеде орналасатын болады. Ал бізге ешқандай артықшылық бермейді, өйткені мына жақта 2H-ны орнын ауыстыру бізге мағына бермейді. Сол үшін бутен бір цис-транс изомері жоқ деп айтамыз. Цис-транс изомері болу үшін бізде кем дегенде қоспаластың екі шетінде де 2 көміртектен болу керек. Мына біз жағдайда бір-ақ көміртек. Сол үшін біз G вариантын сызбаймыз, бізде жауап тек қана D варианты болады. Келесі 29-шы сұрақ. Натрий бромиді ерітіндісіне 300 грамм 10% хлорлы су ерітіндісін құйғанда бөлінген бромның массасы. То есть бізде шексіз натрий бромиді бар. Егер берілмеген болса, сөйтіп қарастырамыз. Қосып атырық хлор суы. Осымен шатаспаймыз. Хлор суы, бром суы, йод суы дейтін болса, ол кәдімгі хлор 2, бром 2, йод 2 просто суда ерітілген. Сәйкесінше 300 грамм 10% дейтін болса, ол кәдімгі хлор 2 болады. 300 грамм ерітінді, ішінде 10% хлор 2. Формула бойынша есептеп алса болады. Немесе пропорция бойынша есептеп алса болады. Кімге қалай ыңғайлы ерітінділер тақырым қарап алсаңыздар болады. Өздеріңізге ыңғайлы әдісті таңдап алыңыздар. Осы жерден бізде 30 грамм шығады. Яғни хлордың массасы 30 граммға тең. Бұл реакция бізде мүмкін. Яғни кейбір жағдайларда реакция мүмкін емес болады. Ол бізде галоген туынды тұзға галогенді қосқан кезде реакция жүре ме, жүрмей ме дегенге мына ережеміз бар. Бағанағы Менделеев кестемізді ашайық. Менделеев кестесінде осындай бір галогеніміз екінші галоген туындыдағы орнын басып алу үшін ол оған қарағанда активтірек болу керек. Мысалға, бір бромның тұзы болатын болса, оны ығыстырып шығару үшін біз таза фторды немесе таза хлорды қосуымыз керекпіз. Бір йодтың туындысы болатын болса, мысалға калий йодиді, ол жерден йодты шығару үшін бром, хлор немесе фторды қоссақ болады. Йодтың астындағы астат мысалға жарамайды. Бромның тұзынан, мысалы біздің жағдайда натрий бромидінен бромды бөліп алу үшін біз йодты астатты қоса алмаймыз. Ал егер бізде натрий хлориді болса, оған сәйкесінше тоже бромдар қосылмаймыз, тек қана фторды. Ал фтордың тұзы болатын болса, сәйкесінше фторды ығыстырып шығара алатын галоген мүлдем жоқ. Біздің жағдайда хлорымыз бромға қарағанда активтірек болғандықтан натрий хлориді пайда болады и бөлінеді бром 2. Теңестіретін болсақ бұлай. Бізде сұрақ бойынша қарап жүрейік. Құйғанда бромның массасы дейді. Реакция бойынша 1 моль хлордан 1 моль бром пайда болады. 1 моль хлордың массасы 71 грамм. Хлор 2-ның молярлық массасы 71, алдындағы 1-ге көйтеміз 71 грамм. Бром 2-нікі 160 грамм. Реакцияны айталамыз. 71 грамм хлор 2 қосатын болсақ, 160 грамм бром 2 аламыз. Бірақ біз қосып отырық тек қана 30 граммды. Онда қанша бром аламыз деген сұрақпен пропорциямыз пайда болады. Ол пропорцияны шығаратын болсақ, 160 көбейтеміз 30-ға, бөлеміз 71-ге. Калькулятормен есептеп жүрсек, штук тез шығару үшін. Бірақ сендерге беретін кеңесім калькуляторды үйде дайындық кезінде қолданбаңдар, өйткені ол сендердің миларыңды былайша айтқанда тежейді. Пробныйда энті кезінде уақыттарыңды жылдамдату мақсатында қолдансаңыздар болады, егер мүмкіндік болса. Бірақ үйде дайындық кезінде желательно калькуляторсыз шығарыңыздар. Калькуляторсыз есептеуді үйреніңдер. Өйткені ол миларыңды өте жақсы дамытатын болады. 71-ге бөлеміз, бізде жауап 67-те 6. Ол жауап бізде F болады. Соңғы сұрағымыз ол, егер көлемдік үлес 40% болса, аммиак пен оттектің қоспасындағы оттектің массалық үлесі дейді. Ең бірінші мына затты түсіну керек.
яғни бізде оттектің көлемдік үлесі 40%. Значит, екі газдан тұрғандықтан аммиактың көлемдік үлесі ол 60% деген сөз. Бұл жерде кез келген бізде газдың көлемі берілмеген, жалпы көлемі сәйкесінше кез келген газды алса болады. Жалпы көлемді алса болады. Айтарлық. Біз алайық сендермен мысалға 22-де 4 литрді алайық. Есептеуге ыңғайлы болу үшін. Сәйкесінше бұның ішінде 40% ол O2, ал 60% ол NH3. И вот біз аламыз 22-де 4-ті көбейтеміз 0,4-ке, яғни 896 литр O2. Қалғаны 13,44 литрі ол аммиак. И зат мөлшерлерін анықтайтын болсақ, бұл жағдайда 0,4 моль O2 и 0,6 моль NH3 болады. Көлемдік үлестерінен біз зат мөлшерлерін тауып не оларды, и сәйкесінше біз одан кейін масса тауысақ болады. Масса O2-міз тең болады 0,4-ті көбейтеміз 32-ке, 12,8 грамм. Масса NH3 17-ні көбейтеміз 0,6-ға, 10,2 грамм шығады. Сонда қоспамыз бізде 12-де 8 грамм O2-ден және 10,2 грамм NH3-тен тұрады. Жалпы қоспамыз көлемі 22-ден 4 литр қоспамыздың массасы бізде 23 грамм болады. И осы жерден біз оттектің массалық үлесін қарастыратын болсақ, оттектің массасын 12,8-ді бөлеміз жалпы массаға, яғни 23 граммға. 12-де 8-ді бөлеміз 23-ке, не көбейтеміз 100%-ке. Сонда 55-те 65%. Мына жақта қызымыз шатасып кетіпті. Жауап В болады. Бірақ жауап. Вот. Тағы да бұл есепті шығарудың бірнеше әдістері бар. Егер де қызық болса, немесе қысқарақ жолдарыңыз болатын болса, бұл есепті шығарып бізге WhatsApp-қа жіберіңіздер, немесе комментарийға жазыңыздар. Қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, WhatsApp-қа немесе Instagram-ға жазсаңыздар болады. Ал болашақ видео тақырыптарын тоже сол жаққа жазсаңыздар болады. Сау болыңдар.